Бүгін сіздермен ірімшігі созылып тұратын, өте қытырлақ болып шығатын, тек екі ғана заттан тұратын сигара бөрек дайындайтын боламыз. Ол үшін видеодағыдай етіп лавашымызды кесіп аламыз. Мен 2 лаваш қолдандым. Ірімшігімізді алып, осылай кесіп аламыз. Орағанға өте ыңғайлы. Үкіштен өткізсеңіздер де болады, қалауларыңызға қарай. Ірімшігімізді қойып, осылай бекітіп орап шығасыздар. Басқа жағына жұмыртқа жақтым, ашылып кетпес үшін. Сыртын жұмыртқаға малып, бір ыдысқа жинайсыздар. Қорған кезде өздеріңізге оңай болады. Барлығын орап болғаннан кейін майымызды қорып, біртіндеп қорып аламыз. Сыртқы беті сарғайғанша қорасыздар. Өте қытырлақ, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын, каналға жазылуды ұмытпаймыз.